Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 6-шы сабақтың тақырыбы өз туым. Сабақтың мақсаты заттардың көп немесе біреу екенін ажыратып айтуды үйренесің. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Пішін, форма, дөңгелек, круглый, ортасында, посередине, оң жағында, справа, сол жағында, слева. Енді пішіндермен таныс болайық. Үш бұрыш, шаршы, төрт бұрыш, дөңгелек. 15-ші бет, 3-ші тапсырма. Пішіндерге мұқият қара. Сұрақтарға жауап жаз. Көптік жалғауын сыз. Внимательно посмотрите на формы. Напишите ответы на вопросы. Выделите окончание в множественном числе. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, 2 балл. Көптік жалғауын анықтайды, 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. 16-шы бет, 5-ші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Туды сипаттап жаз. Напишите описание флага. Сұрақтарды басшылыққа ала отырып, туды сипаттап жаз. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында қандай түстер бар? Тудың пішіні қандай? Тудың ортасында не бейнеленген? Қыран қай жерде тұр? Ою-өрнек тудың қай жеріне орналасқан? Дескриптор сұрақтарды түсінеді, 1 балл. Туда қандай түстер бар екенін анықтайды, 1 балл. Тудың пішінін анықтайды, 1 балл. Тудың ортасында не бейнеленгенін анықтайды, 1 балл. Ою-өрнектің қай жерінде орналасқан анықтайды. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.